Саламатсыздар ма оқушылар? Математика сабағын бастаймыз. Экраннан ненің суретін көріп тұрмыз? Қарап тамашалайықшы, балалар. Жақсы, тамаша. Ендеше, балалар, бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың бөлімі теңдік пен теңсіздік. Бөлімше теңдік және теңсіздік теңдеу. Мақсатымыз теңдік және теңсіздікті, теңдеуді тану, тура және тура емес теңдікті айыра білу, қосу, алу, тең, тең емес, үлкен кіші таңбаларын, цифрларды, белгісіз сан символын қолдану. Балалар, бәріміз ынтымақтастық атмосферасын, көтеріңкі көңіл күйді орнату үшін арақашықтығымызды сақтап, күнделікті сабағымызға көңіл күйімізді арнайық. Балалар, барлығымыз үш тілде бір-бірімізден амандасып алайық. Көңіл күйімізді көтерейік, сабаққа жақсы көңіл күймен, дайындықпен кірісейік. Жақсы, тамаша. Жақсы, балалар. Онда өткен сабақ бойынша бір-бірімізге сұрақ тастайық. Бір аптада неше күн бар, балалар? Тамаша. Сейсенбіден кейін қай күн? Өте жақсы. Сабағымыз неше минутқа созылады? Жақсы. Жарты сағатта неше минут болады? Өте жақсы. Барлық айлардағы күндер бірдей ме? Тамаша, балалар. Балалар, қол шапалақтау, қошемет әдісі арқылы сендерді бағалаймын. Өте жақсы. Ал енді, балалар, ойлан, жұптас, бөліс әдісімен оқулықпен жұмыс жасаймыз. 4 топ бірге жұмыс жасаймыз. Әрқайсымызға берілген тапсырмалар бар. Балалар, соған мұқият болайық. Бірінші топ. Қораптағы кәмпит сандарын салыстыр. Олардың арасына қандай белгі қоюға болады? Тамаша. Өте жақсы. Қол шапалақтау әдісімен сендерді бағалаймын, балалар. Жақсы. Суретке екінші топ, балалар. Суреттерге қара, теңдік пен теңсіздік пе? Қайсысында теңдік, қайсысында теңсіздік? Мұқият қараймыз, балалар. Тамаша. Екінші топ сендерді, балалар, бағдаршам әдісімен бағалаймын. Өте жақсы. Бағдаршам әдісінде өздерің білесіңдер, қызыл түсті болса өте жақсы, түсіндім деген сөз, сары түс болса, әлі де болса ұғарым көп дейсіңдер. Ал үшінші, жасыл түс болса, әлі де болса түсінбедім, түсінетін мысалдарым, есептерім көп деген мағына білдіретін білеміз. Тамаша, өте жақсы. Ал енді үшінші топ. Орындап көр, теңсіздікті құрастыр дейді. Мұқият болаймыз. Өте жақсы. Күлегештер арқылы сендерді бағалайын. Келесі топ, 4-ші топ. Таразыны қалай теңестіруге болады? Ойланамыз, мұқият тыңдаймыз. Өте жақсы. От шашу арқылы бағалайын. Тамаша. Енді, балалар, сәл демалып алайық. Көңілді жаттығулар сергіту сәтін мына видеоролик арқылы тамашалап бірге жаттығу жасайық. Балалар, енді дәптермен жұмыс жасаймыз. 3 деңгейде жұмыс жасаймыз. А деңгейі, В деңгейі, С деңгейі. Мұқият боламыз. А деңгейі суреттен теңдіктерді тап, теңдік өрнегі бейнеленген суреттегі дөңгелекті боя. В деңгейі суретке қара,
фигуралар санын салыстыр. С деңгейі геометриялық фигураларды қолданып, соларға ұқсас теңдік пен теңсіздікті ойлап жаз. Тамаша, ойланамыз, ойланып жазамыз. Енді балалар, сабақты қорытындылаймыз. Барлығымыз ауызша орындауға талпынайық балалар. Бірінші тапсырма. Өрнектерді берілген ұғымдармен сәйкестендір. Теңдік, теңсіздік, теңдеу. Теңдікті анықтаймыз, тиісті ұғыммен сәйкестендіреміз балалар. Теңсіздікті ажыратамыз, тиісті ұғыммен сәйкестендіреміз. Теңдеуді ажыратамыз, және тиісті ұғыммен сәйкестендіреміз. Тамаша, ойланамыз. Өте жақсы. Екінші тапсырма. Өрнектерді кестеге жазамыз. Тура теңдіктер, тура емес теңдіктер. Тура теңдіктерді анықтаймыз, тиісті бағанға жазамыз. Тура емес теңдіктерді де анықтаймыз, және тиісті бағанға жазамыз. Тамаша балалар, өте жақсы. Енді балалар, күлегеш арқылы сендерді бағалаймын. Жасыл түс тапсырманы өте жақсы орындадым дегенді білдіреді. Өте қуаныштымын. Сары түс толық орындай алмадым, маған оқу керек деген. Ал қызыл түс балалар, мен түсінбедім, маған көмек керек деген екен. Тамаша балалар. Сабаққа бұдан бұлайда өте жақсы қатысамыз деп ойлаймын. Енді балалар, бұлып ағашын бағалау критерияларымен танысамыз. Егер ағаштың басына еш қиындықсыз жеттім десең, ағаш басына достарымның көмегімен шықтым десең, ағаш басына шығу үшін әлі де жұмыстануым керек десең, ағаштарды бояймыз. Тамаша балалар. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.